Азия үздік екенімізді кезекті рет дәлелдеуіміз керек. Қазақстандық карате шеберлері құрлықтық жарыс алдында кешенді дайындыққа кірісті. Жасөспірімдер мен жастар арасындағы байрақты бәсеке тура бір айдан кейін Қытайдың Шао Гуан қаласында болады. Оған 36 спортшымыз қатысады. Яғни 3 жас деңгейі бойынша болатын додада барлық салмақта бақ сынайды. Ел намысын қорғайтын қыз-жігіттер тыңғылықты іріктелді. Ел ішінде 3 бірдей рейтингілік жарыс ұйымдастырылып, соның қорытындысы бойынша ұлттық құрама жасақталды. Олар қазір өз өңірлерінде жеке бапкерлермен жаттығып жатыр. Ал 17 тамызда Алматыда бас қосып, бірлесе дайындықты пысықтайды. Азия чемпионатының өзі 5 қыркүйекте басталады. Айта кету керек, ұлттық құрама жыл сайын үздік нәтиже тіркеп, жалпы командалық есепте алдыңғы үштіктен көрініп жүр. Биыл да осы жетістікті қайталау керекпіз дейді федерация басшылары. Бізде күнде осы жаттығу өтіп жатады, және де сонымен қатар біз өзіміздің ағайларымызбен жақсы дайындалып, осы айтқанда тер төгіп, еңбегіміз жемісін көруге мақсаттамыз барлығымыз. Әрине қобалжу бар. Мен өзім бірінші рет қатысайын деп жатырмын, және де осы 3 кезеңдік жарысты өткеннен кейін менің ойымша осы Азия чемпионатында барымды салам деген мақсатпен барамын. Біздің енді системамыз ол соңғы 5 жылда өткізіп жатырмыз. Тура осындай рейтингтік жарыстармен құраманы реттейміз да. Анализімізді жасағанда федерациямен осы біз рейтингтік жарыстарды қарап, 3 жарыстардан команданы құрамдаймыз. Соңғы 5 Азия чемпионаттарында біз топ 3 мемлекетте ауысып отырамыз. Осы Қазақстан, Жапония, не Иран болып 30 мемлекеттің ішінде ауысып отырамыз. Енді осыған қарап біздің системамыз өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Биылда мақсат сондай ғой? Биылда әрине мақсат сондай. Жыл сайын мақсатымыз үштіктен төмен түспеу деген құрлық додада.